есептер келеді. Так что шығаруды үйрен. Болат сымның ұзындығы 20 метр дейді. Яғни L тең 20 метр болсын. Көлденең қимасының ауданы S 5 миллиметр квадрат. Оның минус 6 дәрежесі метр квадрат болады. Болаттың тығыздығы ρ тең 7,8 грамм бөлінген сантиметр куб. Метр кубқа айналдырған кезде 7800 болады. Килограмм бөлінген метр куб. Болат сымның массасын табуымыз керек. Массаның формуласы бізде ρ көбейтілген v. Сымның көлемін табу үшін біз ұзындық пен ауданды көбейтсек көлем келіп шығады. Содан екінші формуланы біз бірінші формуладағы көлемнің орнына не істейміз? Апарып қоямыз. Тең болады. ρ LS. Сонда 7800 көбейтеміз 20-ға, көбейтеміз 5 көбейтілген оның минус 6 дәрежесіне. Көбейтсек 100 болады ғой. Сонда 780 мың болады екен. Оның минус 6 дәрежесі. 4 нөлмен мынаны қысқартып жіберсек минус 2 қалады. 0,78 килограмм.